Балалық шақтарыңызды еске түсіретін өте дәмді және жұмсақ болып шығатын күйдірілген қант дайындаймыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Ыдысымызға 2 стакан қантымызды саламыз және жақсылап тегістеп аламыз. Біздің қантымыз еру керек. Міне біздің қанттарымыз еріді. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне 1 стакан сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бізде ешқандай түйіршіктер қалмауы керек. 1-2 минут осылай араластырып тұрсаңыздар, сарғыш түске енеді біздің қантымыз. Енді оның үстіне азғантай ғана содамыз саламыз, яғни ас содасын салып, көпіртіп жақсылап араластырамыз. 2-3 минуттан кейін біздің қантымыз дәл осындай қызыл түске енеді. Енді оның үстіне грек жаңғағын салдым, ерекше дәм береді. Міндетті түрде қосуды ұмытпаңыздар. Біздің қантымыз жұмсақ болу үшін аздап сары май салдым. Сары майымыз ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің қантымыз дайын. Қантымыздың түбі жабысып қалмау үшін ыдысымызды осылай майлап аламыз. Сол кезде тез түсетін болады. Дайын болған қантымызды ыдысымызға жақсылап салып, бетін тегістеп аламыз. Мен қазір азғантай ғана мөлшерде істедім. Егер көбіректе істеймін десеңіздер, осы мөлшерді 2 есеге көбейтсеңіздер болады. Біздің қантымыз дайын. 10 минутта ғана қатады. Біздің қантымыз өте жұмсақ, осылай қолмен де сындырсаңыздар болады. Үлкен кісілер дәл осы қантты аңсайды. Міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беруді ұмытпаңыздар. Өте әдемі және жұмсақ болып шықты. Мен де бүгін балаларыма дайындап бердім. Сіздер де жасап беруді ұмытпаңыздар. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.